Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болған құймақ дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркел. Бізге керек болатын заттар: жұмыртқа, қант, тұз, су, сүт, май керек болады. Un, чайный сода. Бәрін аламыз. Жұмыртқамызды бір ыдысқа шағып алып, оны блинчикпен араластырамыз. Егер блинчик болмаса, вилкамен араластыруға да бола береді. Ештен кетпейді. Араластырып болған соң үстіне сүтімізді құямыз, суымызды құямыз, тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Осы кезде бәрін салып болып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласты. Енді чайный сода саламын. Араластырып жеріп, ұнымызды саламыз үстіне. Керегінше саламыз. Сұйықтау болу керек құймағымыз. Ұнымызды жақсылап араластырып болған соң, майымызды құйып жібереміз. Майымызды да жақсылап араластырамыз. Бір-біріне сіңу керек. Начинкамыз дайын болды. Осы массада болу керек. Сұйықтау болу қажет. Май қызған табамызға май жағып жібереміз кішкене. Көп емес, кішкене ғана жақсақ болды. Міне пісіру бастап жатырмын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы шығып жатыр менде. Міне қолмен аударсақ та болады. Құймағымыз дайын болды. Міне өте күшті болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді, өте күшті шығады. Баршаңызға ас болсын. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.